Баршаңызға қайырлы күн достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ болып шығатын, мамықтай болатын бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Өте жылдам дайын болатын және де тапсырыстарға жасайтын өте дәмді бауырсақ. Осындай ортасы барлығы әдемі болып пісетін әдемі рецепт. Видеоны соңына дейін көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен бізге жылы су және де жылы сүт қажет болады. Сүт пен судың температурасы кішкене шым-шымдау, ыстықта болғанда дұрыс болады. Сонда біздің қамырымыз жақсы көтеріледі. Енді үстіне қант, тұз және де ашытқы саламыз. Барлығын мөлшерін описанияға жазып қоямын. Астына содан көрсеңіздер болады. Енді жақсылап тұрып араластырамыз барлығын. Араластырып болғаннан кейін үстіне осылай майонез қосамыз. Және де ерітілген сары май, сливочный май қоссаңыздар болады. Бұл бауырсақты көбіне тапсырыстарға жасайды, өте дәмі керемет болып шығады, жұмсақ мамықтай болады. Егер де үйлеріңізде майонез болмаса, жай ғана сұйық маймен елсеңіздер болады. Ондай бауырсақтың рецептісі менің арнамда бар. Осы видеоны үстіне қалдырамыз, одан өтіп көрсеңіздер болады. Қарапайым қазақи бауырсақтар, сол қамырмен нан да істеуге болады. Енді осылай қамырымызды елейміз. Ұнымызды електен өткізілген ұн болуы керек міндетті түрде. Қамырымыз осындай өте жұмсақ болу керек. Қолыңызға жабысып жатса, жай ғана жылы сумен осылай басып қойсаңыздар болады. Осындай өте жұмсақ болу керек қамыр. Осылай жылы сумен үстінен басып қойыңыздар. Енді бетін пищевой пленкамен жауып, және де үстін бантамен жауып, 1,5 сағатқа жылы жерге қоя тұрамыз. Әбден көтерілгеннен кейін бауырсақтарымызды ары қарай жасаймыз. Міне менің қамырым көтерілді, осындай әдемі болып көтерілу керек. 1,5 сағаттай тұрды. Енді осы пищевой пленкасын алып тастап, ары қарай қамырды оқтаулап бауырсағымызды жаямыз. Астына ұн себеміз. Көбірек себіңізде, біздің қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабысып тұрған қамыр. Сондықтан да ұнды көбірек сеуіп, осылай барлық қамырды бірден түсіріп, жұқалап жаятын боламыз. Осылай оқтауымызбен жаямыз. Тым жұқа қылмаймыз, орташа көлемде. Екі жағын осылай айналдырып отырып, жайып алыңыздар. Жайып болдым, енді осындай арнайы домалақ форма бар менде. Егер де болмайса, жай ғана стақанмен, кесемен де істесеңіздер болады. Көлем маңызды емес. Осылай жабыспайтындай етіп, екі жағына ұн себуіңіз керек, сонда біздің бауырсағымыз әдемі болады формасы. Міне барлығын істеп қойдым. Енді қысып тұрған майыма кішкене тоң қосатын боламын. Май сормас үшін, және тоң май дәмі өте керемет болып шығады. Бізге ұнайтындықтан мен тоң май қосамын. Енді бауырсағымызды пісіреміз. Орташа отта пісіремін. Сонда әдемі болып көтеріліп піседі. Міне бір жағы қызарды, екінші жағын аударамыз. Барлық бауырсақтарымызды осылай пісіріп аламыз. Екі жағы да пісті. Достар, міне менде барлығы осындай әдемі болып пісті. Өте жұмсақ, ортасы барлығы әдемі, толығымен піскен мамықтай бауырсақтар. Жасап көріңіздер сіздерде. Бүгінгі сіздерге рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өздеріңіздің ойларыңызды, өздеріңіздің бауырсақ пісіріп әдістеріңізді жазып қойсаңыздар болады. Егер де ұнап жатса, мені қолдап қойыңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.